Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ешқандай сүтсіз, қаймақсыз, осындай суда ғана осындай әдемі, үлпілдек, жұмсақ болып пісетін бауырсақтарды пісіретін боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне бір ас қасық қантымызды, бір шай қасық дрожжымызды салып, оның үстіне бір ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Яғни апара дайындайтын боламыз. Осының бетін жауып, жылы жерге 10-15 минут бойы қойып қоямыз. Бізде жақсылап көтерілу керек. Дрожжымыз жақсы сапада болатын болса, ашытқымыз жақсы көтеріледі. 15 минут уақыт өткеннен кейін ұнымыздың үстіне бір ас қасық қантымызды, жарты ас қасық тұзымызды, 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, оның үстіне қалауыңыз бойынша майонез қоссаңыздар болады. Мен 2 ас қасық майонез қостым. Бауырсақтың жұмсақ, әдемі көтерілуіне де майонездің көмегі бар. Осының үстіне 15 минут тұрған апарамызды құятын боламыз. Барлығын толығымен емес, аз-аз бөліктен құятын боламыз. Араластырып жіберсеңіздер де болады. Бауырсағымызға керекті заттардың барлық өлшемін описание бөліміне астына жазып кеттім. Толығымен сол жерде қарай аласыздар. Осылайша қамырымызды өстіп қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Ең соңында қолымызға кішкене сұйық май құйып илеп жіберсек, одан да әдемі болады. Осының бетін жауып 2 сағат көлеміне жылы жерге қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды, әдемі болып, қолымызға кішкене сұйық май құйып жібереміз және дастарханның үстіне де солай құйып жіберетін боламыз. Мен ұнға емес, сұйық маймен жаятын болам. Ұнға жаятын болсаңыздар, ұнмен де істеуге болады. Осылайша бізде қолымыздың көмегімен май болғаннан кейін, әдемі болып, жұп-жұмсақ болғаннан кейін тез жайылатын болады қамырымыз. Ешқандай оқтаудан қажет жоқ. Осы кезде бауырсақтарымызды пісіру үшін майымызды отқа қоямыз. Ысып тұру керек. Қатты чұқа жібермей, орташа көлемде қамырымызды өстіп жайып аламыз. Өзіңіз қалауыңызша 4 бұрышты немесе дөңгелек қылып жасасаңыздар болады. Мен дөңгелек қылып жасаймын. Кез келген нәрсені қолдансаңыздар болады. Мен осында бір бокалды алып кесетін боламын. Ысып тұрған майымыздың үстіне бауырсақтарымызды салатын боламыз. Бір шеті кішкене көтеріле бастағанда екінші бетін ауыстырамыз. Осылайша пісіріп аламыз. Сонда екі беті де бірдей көтерілетін болады. Бір беті қатты, бір беті көп көтеріліп кетпейді. Мінекей осындай қып-қызыл әдемі болып шығады бауырсақтарымыз. Өз қалауыңызша сәл ақшылдау, сарғыштау алсаңыздар да болады. Маған қып-қызыл бауырсақтар ұнайды, сол себеппен осындай қып-қызыл пісіремін. Бауырсағымызға керекті барлық заттың мөлшерін толығымен описание бөліміне жазып кеттім. Төменге түсіп көре аласыздар. Мінекей біздің әп-әдемі, үлпілдек, жұп-жұмсақ, қып-қызыл бауырсақтарымыз пісіп шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Менің видеоларым сізге ұнап жатса, кішкене болса да пайдалы болып жатса, мені қолдап каналыма жазылып кетіңіз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.